Тағы қандай сөздер дефиспен жазылады? Кей одағай сөздер дефиспен жазылады. Мысалы, пах-пах, мох-мох, құрау-құрау. Сонымен қатар түркі тағы да басқа халықтар есімдерінің соңында келетін паша, бей, заде, оғлы сынды тұлғалар. Мысалы, Осман паша, Махмуд бей, Олан оғлы. Сонымен қатар араб тілінен енген әл артиклінен кейін дефис қойылады. Әбу Насыр әл-Фараби, Әбу Райхан әл-Бируни. Сонымен қатар күшейтпелі шырай түзетін күшейткіш буыннан кейін дефис қойылады. Мысалы, қып-қызыл, әп-әсем, жап-жақсы, тағы да сол сияқты. Алайда ақ, көк сөздеріне күшейткіш буын үстелгенде дефис қойылмайды. Әппақ, көкпеңбек деген мысалдарда. Және де басқа әріптермен қысқарған сөзге, пайыз таңбалы цифрмен жазылған сан есімге, жеке әріп түрінде алынған әріпке жалғанатын қосымшалар дефис арқылы жазылады. Мысалы, Қазақ ұлттық университетіне, Біріккен ұлттар ұйымынан 80% деген сияқты мысалдарды келтіруге болады. Сан есім зат сымақтанып, одан кейін септік жалғаулары жалғанса, арасына дефис қойылады. 5-ке 4-ті қосса, 20-ны 2-ге бөлсе, 100-ден 10-ды азайтса деген мысалдарды келтіруге болады. Топтау үстеулері немесе топтық сан есімдерден кейін дефис қойылады. 6-6-дан, 2-2-ден, 1-1-леп. Сонымен қатар 2 сан есімнің тіркесуінен жасалған болжалды сан есімдердің арасында дефис қойылады. 2-3-терде, 30-40-тарда, 3-4 деген мысалдар келтіреміз. Және де ұзындық, салмақ, тағы да басқа өлшемдер қысқартылып берілген кезде шартты белгілерден кейін жалғанатын қосымшаның алдынан дефис қойылады. Сантиметрдей, килограммнан 10 градусқа деген сияқты мысалдарды келтіреміз. Сөз